Ассалаумағалейкум достар, тәуелсіздік күні құтты болсын. Жаңа ғана Шафкат батырымыздың жекпе-жегі аяқталды. Жүрегім соғып әліге дейін толқып тұрмын. Шафкат Рахмонов спорттық ғұмырындағы 18-ші жекпе-жегін уақытынан бұрын жеңіске жетті. Тек қана спорттық ғұмырында емес, UFC тарихында бұндай жағдай тіркелмеген шығар сірә. Стивен Томпсон деген өте мықты жігіт екен. Жекпе-жек басталысымен Шафкат Томпсонды 8 бұрышқа тақап тейкдаун жасауға әрекет етті. Бірақ біз алдыңғы видеода айтқандай, шынымен қорғанысы мықты екен. Сол арада Шафкат өзінің темірдей тізесімен 3-4 мәрте бүйірден жойқын соққыларын жасады. Осылайша бірінші раундты өз еншісіне жазған болатын. Екінші раунд басталысымен Шафкат тік тұрып айқаста бағын сынап көргісі келіп еді. Оған Томпсон мүлдем өзіне жақындатпады. Сөйтіп Шафкат қайтадан тейкдаун жасауға әрекет етті. Тыңбай жасалған әрекеттердің арқасында Томпсонның қорғанысы сыр бере бастады. Бір уақытта қылқындыру әдісін жасап көрген еді. Томпсон бәрін таңғалдырып одан шыға білді. Бірақ раунд аяғына тақағанда Шафкат екінші қылқындыру әдісін жасады. Бұл жолы Томпсон берілуге мәжбүр болды. Осылайша Шафкат өзінің 18 жекпе-жекте 18-ші жеңісіне жетіп отыр. Бұл біздің тәуелсіздігімізге жасалған үлкен сыйлық болды деп ойлаймын. Өзі де жекпе-жек алдында ел үшін аянып қалмайтынын, қолынан келгеннің бәрін жасайтынын айтқан болатын.